Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін сіздермен құрма пирогының рецептімен бөлісетін боламын. Бұл пирог өте пайдалы, өйткені бұның салмасында ешқандай қант жоқ, тек қана құрманың өзі ғана. Құрма білесіздер қаншалықты пайдалы екенін. Жасалу жолы да өте қарапайым, өте керемет пирог. Үйде жасап көріңіздер. Видеоны соңына дейін қараңыздар. Енді біз пирогымыздың ең алдымен песочный тестасын дайындаймыз. Ол үшін бізге 1 жұмыртқа және 100 грамм қантты араластырып қоямыз. Қантымыз еру үшін осылай қайта-қайта араластырып тұрамыз. 300 грамм ұнға 6 грамм разрыхитель салып араластырамыз. Және де үстіне 150 грамм морозильникте тұрған сары майды осындай терканың көмегімен өткіземіз. Естеріңізде болсын, сары майымыз холодильникте емес, морозильникте тұру керек. Осылай теркадан өткізгеннен кейін ұн мен сары майымызды араластырып крошка дайындаймыз. Құрғақ массамыздың үстіне сұйық массамызды құйып, біркелкі жұмсақ қамыр илейміз. Сары майдың морозильникте тұрғанның пайдасы қамыр илеу барысында қолға жабысып, жұмсақ болып езіліп кетпейді. Осылай қатты болып тұрады. Енді дайын болған тестамызды жарты сағатқа холодильникке қоямыз. Жарты сағаттан кейін осылай алып, тестамызды екіге бөлеміз. Қамырды осылай азғантай ғана үстіңгі бөлігіне бөліп аламыз. Осы азғантай бөлігінен бетіне сетка жасаймыз. Пирогымыздың астыңғы тестасын формаға орналастырамыз. Мендегі форма 22-24 дециметрлі форма. Осылай жайып, жан-жағын барлығын бір тегіс етіп орналастырып шығамыз. Енді пирогымыздың салмасын, начинкасын дайындаймыз. Ол үшін бізге осындай бір қорап құрма қажет. Құрманы дәнегінен ажыратып аламыз. Дәнегінен ажыратылған құрмаларымызды осылай блендердің көмегімен езіп шығамыз. Үстіне жарты стакан су құямыз. Бұл судың начинкаға пайдасы құрмамызды жұмсақ етеді. Дайын болған начинкамызды тестамыздың үстіне салып, бір тегіс етіп шығамыз. Жаңағы тестадан алып қалған азғантай ғана қамырымызды осылай жайып, бетіне сетка жасаймыз.
Осылай үстіңгі қамырын орналастырып шығамыз. Одан кейін үстіне бір жұмыртқаның сарысы мен азғантай ғана сүт құйып, бір тегіс етіп жағып шығамыз. Алдын ала 180 градуста қыздырылған печкамызда 25-30 минут пісіріп аламыз. Егер де менің рецепттерім ұнап жатса, лайк басып комментарий қалдыруды ұмытпаймыз. Достарыңызбен бөліссеңіздер де болады. Бұл пирог менің сатылымға шығарып жүрген микс пирогымның құрамындағы бар пирог. Сондықтан да рецептіне еш күмәнсіз жасай берсеңіздер болады. Сіздермен бірге Тоғжан ас болсын.